Сәлем достар, сіздермен B2A каналы. Бүгін біз Android Studio бағдарламалар ортасын жүктеп, қондыратын боламыз. Жалпы Android Studio деген ол Android операциялық жүйесіне бағдарлама құруға арналған орта. Біріншіден оны жүктеу үшін Google іздеу сервисіне келіп, Android Studio деп жазуымыз керек. Ары қарай осы пайда болған ең бірінші ссылка бойынша кіреміз. Бұл жерде Android Studio'ның ресми сайты. Бұл жерден сіз Android Studio'ны жүктей аласыздар. Көріп отқандарыңыздай, бұл жерде қазіргі таңдағы соңғы Android Studio версиясы 3.2 және ол 64 битті Windows операциялық жүйесіне арналған. Сіздерге тек Download Android Studio батырмасын басу қажет. Бұл ұзақ процесс болғандықтан мен жүктеулі тұрған Android Studio'ны ашамын. Қондыру үшін ашып көрейік. Запустить кнопкасын басамыз. Міне Android Studio'ның қондырудың бірінші беті. Бұл жерде Next батырмасын басуымыз қажет. Ары қарай Android Studio мен қосымша бізге Android Virtual Device'ты қондыруға таңдау мүмкіндігі бар. Бұл жерде оны таңдай береміз. Android Virtual Device ол виртуальное устройство Android дейді. Ол жалпы болашақта біздің бағдарламаларымызды компьютердің ішінде тестілеуге қажет болады. Әрі қарай Android Studio'ны қондыратын папканы таңдауымыз керек. Осылайынан тұра берсін, қалдыра берейік. Әрі қарай менюде қандай папканың ішінде тұрғанын қалайсыздар дейді. Жаңа папка ұра берсін Android Studio деген. Әрі қарай қондыру процесі басталуда. Мен бұл жерде тек видео редакциялау барысында кесіп тастаймын. Сосын әрі қарай жалғастырамыз. Бағдарламаны қондыру процесі аяқталды. Әрі қарай Next батырмасын басуымыз қажет. Start Android. Finish. Android Studio'ның негізгі беті ашылды. Бұл жерде сол жақ бөлігінде осыған дейінгі құрылып ашылған бағдарламалардың тізімі тұрады. Менде қазірше бір-ақ бағдарлама тұр, ал сіздерде бұл жер бос болуы мүмкін. Ал оң жақ бөлігінде жаңа проект бастау, құру, немесе бар проектті ашу, әрі қарай сондай кнопкалар тұр. Бұл функциялармен келесі видеоларда танысатын боламыз. Қазірше бізге Configure кнопкасын батырмасын басу керек. Және де SDK Manager ашу керек. SDK Manager'де Android Studio'ның жұмыс жасауына қажетті барлық библиотекаларды қондыратын боламыз. Не қарап отырсаңыздар, мына жерде Android операциялық жүйесінің бірнеше версиялар жазылған. Бұл жерде жұмыс жасау үшін, яғни сіз бағдарламаңызды тексеру үшін осы бірнеше Android операциялық жүйесінің әртүрлі версияларын қондыруымыз керек. Мысалға менде қазір 4.2, 4.4, 5.1 версиялар қондырылып тұр. Одан төмен версияларды қондыру қазір мәні жоқ деп ойлаймын. Әрі қарай
мысалға қазір 7-ші версияны қосып қойын мен. Apply кнопкасын басасыз. Окей. Ары қарай осы компоненттерді интернеттен жүктеп алып қондырғанша күтесіз. Ары қарай қондырылып болғаннан кейін операциялық жүйенің қасында install деген жазу шығады. Одан кейін бізге SDK Tools деген бөліміне кіріп Android Emulator, Android SDK Platform Tools, Android SDK Tools, Google Play Services, Google USB Driver қондыру керек. Бұл Google USB Driver деген болашақта сіз реально құрылғыға тестілегіңіз келсе, сол кезде керек болады. Менде бұның бәрі қазір қондырылған. Ал сіздер осыларды белгілеп, Apply кнопкасын басасыздар. Енді осы шарттардан кейін Android Studio'ны Start a New Project деп басуымызға болады. Әрі қарай Android Studio'ның негізгі компоненттерін және де ең бірінші проектті келесі сабақта қарастыратын боламыз. Сау болыңыздар.